Жайыл Нұрымбет әулетінен тараған Ахмет немересі Ахметов Асқарбек Домбайұлы. 1954 жылы 18 шілдеде Жезқазған Рудник кентінде дүниеге келді. Әкесі Ахметов Домбай Фин соғысына, Ұлы Отан соғысына қатысқан. Ұзақ жылдар бойы Покра шахтасының еңбекақы есептеу бөлімде есепші маман болып еңбек етті. Анасы Сейіл қызы Балайша, жанұяда 5 бала: Асқарбек, апалары Бақытжан, Бану, қарындастары Сара, Төлеу. Асқарбек кішкентайынан үйдің ер баласы болғандықтан ба, қолғабыс жасап, су тасу, мал жайлау, үй жинауға көмектесіп, еңбекпен тірлігі жарасқан жанұяда өсті. 1961-1971 жылдары Сәтбаев қаласының нөмірі 27 орта мектебін бітіріп, кейін Қарағанды мединститутының санитарлық гигиена факультетін тәмамдады. 1977-1986 жылдары қалалық санитарлық гигиеналық станциясында дәрігерлік қызмет атқарды. Өз саласының білікті маманы, нағыз ақ халаттағы абзал жан еді. Көзінің тірісінде өте жайдары, ақ көңіл, талантты, жанашыр. Өз ортасында өте сыйлы болған. Гитара аспабын еркін меңгерген. 1987 жылдың 6 қарашасында Айткүл Сәкен қызымен шаңырақ көтерді. Отбасында бір қыз, 2 ұл дүниеге келді. Көзі тірісінде балаларын өте қатты жақсы көрген. Қызы Алтынайды туылған кезінен алақанына салып, әкелік махаббат сыйлаған. Ұлдары Ардақ пен Абайды әрдайым жанынан тастамай, еңбекке баулып, балаларымен бірге ағаш отырғызып, нағыз ер азамат етіп тәрбиелеуге бар жанын салған. Әкелерінің үйретіп кеткені өмірлік жолдарында көп көмектесуде. 1997 жылы жұбайы Айткүл екеуі медицина саласында қызмет еткендіктен Сәтбаев қаласында біріншілердің қатарында болып отбасылық дәрігерлік амбулаторияның негізін қалады. Күн демей, түн демей, барлық күш жігерлерін салып, осы отбасылық амбулаторияның өркендеуі үшін аянбай қызмет етті. Бұл да бір Асқарбектің еңбекқор, білікті маман екендігінің айқын дәлелі. Бүгінгі күнде СВ Ахметова амбулаториясы 8.000-нан астам халықты медициналық көмекпен қамтамасыз етуде. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деген мақалдың астарында біраз терең ой жатқаны рас. Балалары әкесіндей адал, еңбекқор, жанашыр, бауырмашыл азаматтар. Отының алды, суының тұнығы, Алтынай қазіргі таңда IT технологиясының маманы, 3 баланың анасы, жолдасы Батыржан шахтер. Үлкен ұлы Ардақ есепші маман. Келіншегі Гүлнұр фельдшер. Кіші ұлы Абай және келіншегі Ақмарал әке-шешесінің жолын қуған дәрігерлер. Асқарбектен тараған аталарының қасиеттері, жұғысты болған немерелері Ерсайын, Медина, Әмина, Ерсұлтан. Жиендері Айғаным, Мансұр, Аяулым. Бірде-бір апамыз СВ жанынан өтіп бара жатып, маңдайшаға ілінген СВ Ахметова деген жазуды көріп,
О тоба, тіл көзім тасқа, әкеміздің атын ататып, биіктен көргеніне қуанып, көзіне жас алып, Асқарбек пен Айткүлге өркендерің өссін деп ақ батасын беріп, қуанышын білдіріпті. Әкесінің Фин, Ұлы Отан соғысында басынан кешкен оқиғалары, қазақ ауыз әдебиетінің көркем шығармалары мен ертегілерінен әрленіп өскен Асқарбек өз балаларында күнделікті кешке бастарын қосып, ертегі оқып, шежіре әңгімелерін айтатын болған. Балаларына шахмат ойынын үйретіп, ой өрістерін дамытып отырды. Ұлдары күні кешке әкелерінің жұмыстан келгенін асыға күтіп, шахмат ойнайықшы деп сұрайтын. Балаларын соншалықты жақсы көргені, бала жандығы, жұмыстан шаршап келсе де, ешқашан олардың бетін қайтарған емес. Сондықтан да балалары таза ұлттық тәрбиемен өскен ибалы, кең пейілді, мейірімді, көпшіл, бауырмашыл. Кісі күту, үлкенге деген ілтипат бойларына дарыған. 90-ға таяған марқұм балайша әжелерінің көзінің тірісінде немерелері мен келіндері аяғын жерге тигізбей, жас балаша күтіп, аялап мәпелеп отыратын. Қазақта кішкентай үйің болса, татулықпен кеңейт, терезесін берекемен теңестір, есігін қонақжайлықпен әсемде деген. Осы мақалда айтылғандай, Асқарбек береке мен бірлігі бар жанұя қалыптастырып кетті. Өздері жауапкершілігі жоғары қызметті атқара отырып, бала тәрбиесі мен туған туыспен қарым-қатынасты дұрыс жолға қоя білген Асқарбек пен Айткүлге мың алғыс. Әке жатқан жерің жайлы, топырағың торқа, жаның жәннатта болсын. Балаларың, немере туған туыстарың еңбегіңді бағалап, мақтан тұтады. Келешекте өз балаларына айтып береді.